Мемлекет басшысы мәдениет елдің ең асыл рухани байлығы, асыл мұрасы деп атап көрсеткендей, өнер сүйген елдің мәртебесі әрдайым биік болмақ. Қалалық демалыс паркінде қала тұрғындары мен қонақтарына арналған концерт ұйымдастырылды. Ән кешін Ақсуат ауылдық округінің мәдениет клубы өткізді. Қалаға қарасты Ақсуат ауылдық клубы осы бағытта нәтижелі қызмет көрсетіп келеді. Аталған ауыл клубы көптеген өнерпаздарды жарыққа шығарып, үлкен сахналарда өнер көрсетіп жүр. Қалалық демалыс паркінде ауыл өнерпаздары әсем ән шырқап би биледі. Ел ішінен одан бөлек әр ауылдан таланттарды, өнерпаздарды анықтап, төл мәдениетімізді дәріптеп, насихаттау бағытында ұйымдастырылып жатқан ел іші өнер кешені фестивалі бұл өнерімізді одан әрі өрбітуге үлкен септігін тигізеді деген ойдамын. Осы тұрғыда Махамбет ауылының өнерпаздары өз өнерлерін көрсетіп, халыққа жақсы көңіл күй сыйлайды деген үлкен арман, жақсы ойдамын. Ауылдық клуб ішіндегі үйірме мүшелері халықаралық республикалық байқауларға қатысып, жеңімпаз атанып келеді. Ауыл халқы іс-шара барысында жәрмеңкеден дәм татқызып, ашық аспан астында отандық өнімдерге көрме ұйымдастырды. Ақсуат ауылдық округінде ауыл аманаты партиясының қолдауымен Нәскин шұлық өнімдерін шығарып жатырмыз. Ел іші өнер кеніші деп фестивальға келіп, өз өнімімізді көрсетіп жатырмыз. Мақта өнімінен шығарған халыққа ешқандай зиян жоқ, таза табиғи өнім өзіміз шығарып жатырмыз. 3 жылдай болды ашылғанына. Баста аға мен тәте өздері цех ретінде ашқан шағын. Қазіргі таңда бір жыл уақыттан кейін мемлекеттік бағдарлама бойынша алып, осындай үлкен дәрежеге жетіп отыр. Ауылымыздың ауызбіршілігін көрсету мақсатында өзіміздің кәсібімізді көрсету үшін келдік елге. Соның ішінде менің бүгінгі халыққа ұсынып алып келіп отырған ағарған сүт өнімдері, айран, қатық, ірімшік. Концертте әжелер ансамблі өнер көрсетіп, ауылдың салтанатты шарасына белсене атсалысты. Дәл осылай мәдениет үйі қызметкерлері ұлттық өнерді дәріптеп, саяси мазмұнды түрлі мәдени көпшілік шараларды ұйымдастыра отырып, рухани қазынаны өскелең ұрпаққа жеткізу жолында аянбай еңбек етуде. Аружан Бейсенбаева, Нұрбол Серікбай, Нұрдәулет Шадымұрат, Қызылорда қоғамдық телеарнасы.